Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін бөдене жұмыртқасының емдік қасиеттері, адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Бөдене жұмыртқасының адам ағзасына тигізер пайдасы зор. Ол кішкентай болғанымен дәруменге өте бай болып келеді. Жұғымды амин қышқылы мен микроэлементтер көп. Асқазан мен ішектің жұмысын жақсартатын қасиеттері де бар. Жүректің жұмысын қалыптастырады. Адам ағзасындағы артық темір мен радионикулиттерді шығарып, иммунитетті күшейтеді. Биологиялық құндылығы жөнінен бөдене жұмыртқалары тауықтың жұмыртқаларынан басып озады. Тауық жұмыртқасының салмағы 1,700 грамм болса, бөдене жұмыртқасының салмағы 0,485 грамм. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасынан 5 есе көп. Ал темір 4-5 есе. В және В12 витаминдері 6 есе көп. Бөдене жұмыртқасының ұзындығы 3 см 4 мм, ал ені 2 см. Олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасындағыдан әлдеқайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Бөдене жұмыртқасы медицина саласында демікпе, созылмалы өкпе ауруын, туберкулезді, созылмалы гастрит, асқазан ауруын, өт іріктелетін қалта ауруы мен өт жолдарын, жүрек қан тамырларының жетіспеушілігін, бронхит, қаназдық, сәуле ауруларымен емдеуге қолданылады. Бөдене жұмыртқалары өте құнды азық болып есептеледі. Балалар мен ересектерге диеталық тағам ретінде ұсынылады. Бөдене сальмонеллез ауруымен, құс ауруымен ауырмайды, сондықтан оны шикілей ішуге болады. Күнделікті балалар мен ересектерге қанша жұмыртқа ішу керек? Таңертең астан 30 минут бұрын сумен немесе шырынмен ішу керек. Емді үзіліссіз күнде 3-4 ай қабылдау керек. 2 аптадан кейін нәтижесі біліне бастайды. Егер де шикілей іше алмаса, оны шикілей ботқаға, картоп безбесіне, сорпаға құйып ішуге болады. Жоғарғы температураны емдеу үшін 100 мл суға 5 шикі жұмыртқаны қосып, оған 1 ас қасық қант араластырып ішу керек. Таңертең температура қалыпты болады. Буын, тұз жиналу, ревматизм, құлап қалғанда 4-5 шикі жұмыртқаны стаканға салып, үстіне сірке эссенциясын құйып, 2 күнге қойып қояды. Содан кейін 100 грамм тұзсыз сары май қосып, маз жасайсыз. Ауырған жерді осы мазбен сылайды. Балалардағы диатез ауруы кезінде лимонды жуып кесіп, дәнінен ажыратады. Жұмыртқаның қабығын кептіреді. Порошокке айналдырады. Осы порошокты лимонға қосып, күніне бірнеше рет баланы тамақтандыру керек. Шаштың жылтырағанын қалыпқа келтіру үшін 5-6 бөдене жұмыртқасын 1 кесе зығыр майға қосып, 1 шай қасық бал қосады. Пайда болған қоймалжың шашты майлайды. Тарақтың көмегімен бірдей етіп жағамыз. 3 сағаттан кейін шаш жұмсақ және жылтырап көрінеді. Экологиясы нашар аймақта тұратын тұрғындар үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы. Ерлер мен әйелдерге арналған артықшылықтары, олар көбінесе дәстүрлі емдеу әдістеріне ауыстырады.
Дәрігерлер көптеген аурулар үшін пайдалы екенін мойындайды. Бұл өнім иммуностимуляция әсері бар, тіпті радиациялық ауру кезінде тиімді. Ақуыздар, фолий қышқылы және олардағы майлар әйелдердің денсаулығына әсіресе жүктілік кезінде оң әсер етуі мүмкін. Жұмыртқалар баланы тасымалдау процесін жеңілдетеді, жүктілік қаупін азайтады, токсикоздарды жұмсартады. Сонымен қатар, бос асқазанға бөдене жұмыртқасын қолдансаңыз, ол салмақ жоғалуына ықпал етеді. Сондықтан оның фигура үшін пайдасын атап өту керек. Егер бөртпе жұмыртқалары тұрақты болса, онда тырнақтардың, тері мен шаштың күйі жақсарады. Бұдан басқа әртүрлі косметикалық масканы дайындау үшін пайдалануы мүмкін. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар.